Уилсон дейтін кейіпкер болады. Ол канадалық арнайы күш жұмылдыру әскері қатарынан қарабет болып қуылып, кейінгі өмірін киллерлік лассыз әрекеттерге арнап кетеді. Ол қалай десеңдер, жас қызға жүріп жүрген жігіті ұнамай қалады. Соны Уайт пиццаға тапсырыс беру арқылы әңгүдікті ұстап алып, оның жынын қағып алып, қызға суретін көрсетіп масқаралап, екінші қыздың қасына жоламайтындай етіп тастайды. Уайт өзінің ортасы, яғни түрлі бас кесерлер бас қосатын барға келіп отырады. Бұл жерде жақын досы Уизелмен таныс боламыз. Содан Уайт айналасына қарап үлгерместен Ванесса деп аталатын ойбай балақайлар құлақтарыңды жабыңдар, трубаларды айналып ойнап жүргенде өкшесіне жез жабыстырып алған қызбен танысады. Сөйтіп әңгіме барысында екеуінің арасында менің өмірім сенікінен де жаман дейтін әңгіме басталып, бұрын соңды өткерген зорлық-зомбылық пен қатыгездіктің құрбаны болғандарын айтып жарысумен болады. Біраз танысулардан соң екеуі үйіне барып, балақайлар құлақтарыңды жабыңдар, көздеріңді жұмыңдар дейтін анандай мен мынандайды сондай қылып, ешқандай мейрамды ренжітпей әйтеуір уақыттарын жақсы өткізеді. Күндердің бірінде Уайт сөйтейін деп дайындалып жатқанда, кенеттен есінен танып қалады. Сөйтсе рентгеннің суреті бойынша ал әйтпесе өкпеден қатерлі ісік салам алейкум. Уайт ажалын күтіп, қазірден Ванессаға қарап қош айтысуға тура келеді. Дәрігер оған үйіңе барып демал, ешқандай тәртіпсіздіктер жасама дей бергенде, мына жақта Уайт біреуді катанаға түйреп кебап қылып тұрғаны қалай кетті деп қоясың ғой. Қазір тұра тұрыңдар, бұл жеріне әлі келеміз. Содан Уайт үйіне келіп Ванессаға бірге болмау керек екенін айтады. Осы сәтте Ванесса бардағы біткен өмірлерін айтып жарысып отырған кез бар еді ғой. Сол енді Уайт Уилсон бұл жарыста жеңіске жеткені анықталады. Біраздан соң Уайт барда отырып қатерлі ісіктің емін қайдан табарын білмей отырады. Сонда Уизел оның қолына визитка ұстатып, анаған барш мүмкін дәрі беретін шығар деп мынаған қарай бағыттап жібереді. Бұл Уайттың бұның немен айналысқаны жайлы ақпараттар айтып, оның түрін "Ема братан, бұның бәрін қайдан білесің?" дейтін түрге ұқсатып қояды. Артынша "Былай қылсаң осылай жазыласың, тіпті былай болса супер қаһарман боласың" дейтіндей әңгімесін айтып, Уайттың құлағын көтеріп қояды. Ал Уайт кәчей деп тұрып кеткеніне қарамастан, оның түрінен денсаулық үшін алып қояйық дейтін сөзді оқитынымыз анық. Түнге қарай Уайт көтеріп жүрген дертімен Ванессамен қалай емін дейтін ой мазалап, оның қасына жатуға батпай, әлгі мынау тастап кеткен визиткасын қолына алып, тиісті балабақшасын тауып келеді. Бұл жақтан Аякс пен аузынан шиі түспейтін Angel Dust дейтін кейіпкерлермен танысамыз. Кезінде Аякс пен Эйди осы зертханада мамалап шыққандықтан, Аякс сезімталдылық рецепторларынан айырылып, ауруды сезбейтін болып қалған. Ал Эйдиде адам айтқысыз күштіліктің белгілері қалыптасқан. Соның бәрін айтып болған соң Уайтқа мутаген енгізіледі. Бір қызығы, бұл бәле ағзада стресс белгілерін байқаған кезде ғана жасушаларға әсер етеді екен. Сондықтан екеуі оған неше түрлі қатыгез сынақтар өткізіп, ағзадан керекті стрессін шақыруға тырысады. Уайт бұрын мықты спецназдардың қатарында болғандықтан, бұл кез келген сынаққа төзімді екенін білдіріп, Аяксты жынды қылып, аузын жаппай сайрауын жалғастырады. Оның үстінен Уайт Аякстың шын есімі Фрэнсис екенін біліп үлгереді. Сонда Фрэнсис оны әйнек қапшыққа салып, оттегін азайту арқылы стрессін шақырады. Сонда жасушалар мутацияға ұшырап, Уайттың түрі осындай бұжайға ұқсап қалады. Алайда мутация канцерогенді жасушалардың түзілуін бөгеттейтін болғандықтан, енді Уайт Уилсон бұжай болса да қатерлі ісікті жеңіп шықты десек те болады. Ура деп тұрғанда Фрэнсис оған теріні қалыпқа келтіруге болатынын айтып қалады. Алайда бұл маған қызық бола ма дейтін садистік ойымен қапшыққа қамап оттегін азайтып тастап кетпек әрекетін орындайды. Мына жақта Эйди аузына жаңа шырпысын салып келе жатады. Ал алдыңғысы қақта деп сұрай бергенімізше, Уайт оны ұрған сәтінде аузынан тартып алғаны анықталады. Енді соны қойшей дейтін әдіспен тұтандырып, оттегі жұтатын құбырға лақтырып зертхананы жарып тастайды. Арада оттың фонында Фрэнсис пен Уайттың жекпе-жегі орын алады. Соңында Уайт Фрэнсистің арқасында қаққан қазықтай болып, қалың арматурамен жерге қадалып, Питер Паркеризациялық сүмелектіктің позасына тұра қалады. Біраздан соң Уайт гүлдердің арасынан оянып, көше аралап жүріп, Ванессаның қасына жаңа бейнесімен көрінуге батпай, оны Фредди Крюгер дейтін маниякқа ұқсап аңдумен болады. Содан Уайт барға келіп, Уизелге жазылып кеткенін сүйіншілейді. Уизел оның бетін солып қалған ұқсатып, қай бетімді шымшиын дейтін нәрселерін айтып, тең емеген нәрсесі қалмайды. Осы сәтте Уайт өзіне Дэдпул дейтін ат қояды да, тігіншілік шеберлігін қоздырып, аппақ тұрсүй майкасын тігіп алып, Фрэнсисті іздеу мақсатында жолына тұрғандардың бәрін Казвойс сияқты бізге әңгімелеп жүріп қырумен болады. Арасында өзіне оқ тиген сәтте үсті қанға боялып кетеді. Сондықтан қайта-қайта жуа бермес үшін бір жолата қызыл костюм тігіп алып, канонына сай кейіпкерге айналуды жөн көреді. Дэдпулдың ерекшелігі денесіндегі жылдам регенерациясынан бөлек, басқа қаһармандарға қарағанда, бұл тентек өзінің киноға түсіп жүргенін біліп, жасап жатқан әрекеттерін Казвойсқа жатып алғандай көрген киноларына ұқсатып, төртінші қабырғаны бұзу дейтін құбылыс арқылы көрермендермен тікелей тіл табысады. Ал айналасындағылары оны байқамағандай түр жасап, мынау жынды ма дегендей қолын бір сілтей салады. Сөйтіп Дэдпул келе жатқанда алдынан мынау шығып, оған мәжбүрлену арқылы Фрэнсистің қайда жүргенін айтып береді. Уайт таксиға отырып Дапиндер дейтін таксистпен танысып алады. Ол жол жөнекей бір қызды жақсы көретінін айтады. Ал ол қыз бұның інісі Банду мен будандасып жатқан көрінеді. Дапиндерға тек қызғану ғана қалды дей бергенімізде, Дэдпул белгіленген орнына жетіп, көпірдің үстінде отырып
өтіп бара жатқан жаман көкелердің үстінен түсіп, Фрэнсисқа бір қадам жақындау әрекетін жасайды. Біреуін атылған оққа денесін қалқалайды. Жүргізушінің санын атып көлікті аударып тастайды. Ал қасындағысының аузына шылым тұтандырғышты салып маңыратады да, мотоциклмен келген жаудың тұрсүйін тартып, айналып тұрған шынжырмен басын шауып, тағы біреуі аударылған көлікке лақтырылып, қалқанға жабысып лепешка болады. Әрі қарай арттан келген кортежден шыққан тірі нысаналарды оғын санап жүріп аса шеберлікпен фаршқа айналдырады. Арасында бір оқ қалғанда бәрін қаз-қатар қойып, сол оқпен бірнеше қоянды өлтіреді. Алайда оқ соңғысының маңдайына барып тұрып қалған екен. Соны Дэдпул қос катанасына түйреп алып, бізге бағанағы оқиғаларды айтып береді де, қылыштарды екі жаққа құлаштап, байқұсты 0,5 етіп тастайды. Енді қашып бара жатқан Фрэнсисті тоқтату керек болады. Сондықтан Дэдпул қашып бара жатқан Фрэнсисті тоқтатады. Артынша оның басымен түрлі тәсілмен FIFA өткізіп алып, қоршауға катанамен түйреп қояды. Болып жатқан жағдайда X адамдар мүшесі Колосс пен Элли Фимистер, яғни дыбыстан жылдам оқтұмсық дейтін кейіпкерлер, теледидардан естіп алып, концерт болып жатқан жерге билет сатып алып жетіп келеді. Сөйтіп Дэдпулдың уыстап отырған жұдырығын өзінің ауынан тартқызып, кек алу процесін ортасынан үш жіберіп, машинаға Дэдпулды жабыстырады. Артынша, сен жақсы адамсың ғой, жүр бізбен, сені профессор Ксавьер шақырып жатыр, деп оны X адамдар ұжымына кіруін сұрайды. Дэдпул пашо дегендей қарсыласып, оларды менсінбейді. Сөйтіп деп тұрғанда Фрэнсис қашып кетеді. Бұған Дэдпул Колоссты кінәлап, тура осындай қылып Казвойста өткенде тобығын сындырып, бір ай гипста жатты дейтіндей етіп Колоссты тебеді. Әйтеуір Дэдпулдың арқасында ақталып алғансың ба? Что вашу мамашу? Ештеңе әшін. Содан Колосс Дэдпулды өз қолына кісендеп, оны күштеп алып кетеді. Ал Дэдпулда регенерация жылдам болғандықтан, оған мүше өсіру проблема емес. Сондықтан ол 4 үйдің ортасынан бір бәйтерек өсіріп, соны Колоссқа сыйлап кетеді. Өзі қоқысты күштің үстіне түсіп, зағип кемпірмен бірге тұратын үйге келіп, өсіріп отырады. Кемпір оған ақылын айтып, Ванессаңа барсай түр маңызды емес дегендей ақылын айтып отырады. Енді бұл кісіге айту оңай ғой, өйткені көз көрмейді дегендей. Мына жақта Фрэнсис Уэйттің тірі екенін түсініп, ойға салып, оны тауып алып өлтірмекші болады. Сәлден соң олар барға қонақ болып келіп, Уизлді алқымнан алып, Уэйт туралы ақпарат сұрап алмақшы болады. Алайда артта тұрған жақтаушылар қару кезеніп, бұларды осы жерден зыттырады. Бұны түсінген Уизл дереу Уэйтқа хабарласып, екеуі бірігіп алып, Ванессаны іздеуге барға барады. Бұл жақта Уэйт Ванессаға әртүрлі қырларынан қарап, түрінің осындай болғанына ыңғайсызданып, оның қасына жолауға батылы жетпей жүреді. Бұны Ванесса сезгендей жан-жағына қарайды. Сөйтсе, оны сыртта жігітін күтіп тұр дегендей хабар келеді. Сыртқа шықса, Уэйтпен бірге о махаббат, бір бұрышқа тақап, Фрэнсиспен кездесіп қалатындар емес пе? Солайша Ванесса тұтқынға алынады. Ал Уэйт екі арада тежегіштен аяғын алмай Ванессадан айырылып қалады. Біраздан соң Уэйт жынданып деген аузына келген боғауызды айтып, айналасының дымын қалдырмайды. Артынша бүкіл тыққан-пыққан Джон Уикске қаруларын жинап алып, миссиясына аттанады. Оған қоса кемпірдің шұлығына тығып қойған құттай ғана тапаншаны да үмітпайды. Сөйтіп X адамдардың ордасына келіп, Колосс пен Эллиден көмек сұрайды. Әрі қарай үшеуі Дапиндердің көлігіне отырып, аталған жеріне барады. Жол жөнекей Дапиндер қызымен будандасқан бандуды жүк салғышқа тығып тастағаны анықталады. Сол уақытта Фрэнсис Ванессаны байлауда ұстап отырады. Уақыт өте келе, Дэдпул, Колосс және дыбыстан жылдам оқ-тұмсық үшеуі керемет қадамдарын келтіріп келе жатқанда, Уэйт жиған терген қаруын Дапиндердің көлігіне тастап кеткенін түсініп, оған қоңырау шалады. Дапиндер телефонға еліккенде көлік апатына ұшырайды. Ал мына көрініске қарап, әлгі айтылып отырған бандудың денсаулығын сұрамай-ақ қояйық құрысын. Содан банду телефонды алмағандықтан Дэдпул енді қарусыз шайқасатын болады. Бір кезде Эйди супер қаһарман позасына тұра қалып, Колоссты темір-терсекке өткізіп жібереді. Енді бұл бәлені кім алады деп тұрғанда, Элли өзінің жойқын толқынымен Эйдиді контейнерге жабыстырады. Әрі қарай Фрэнсис жақтан оқ жауа бастайды. Уэйт Эллиді қалқалап, бұтындағы ақ дамбалын суырып алып, барлығын бейбітшілікке шақырады. Бірақ одан түк шықпағандықтан Дэдпул қатыгездігін қоздырып, катанасымен барлығын бөлшектей бастайды. Мына жақта кім мықты дейтін жабыстырулар шайқасы орын алуда. Арада Эйдидің бір емшегі ашылып қалды. Ойбай, бұл жерін айтпай-ақ қойықшы құрсын, одан да мынаны айтайық, иә? Содан Дэдпул барлығын қырып, ұйықтатып, дене бөлшектерінен Фрэнсис дейтін хабарлама жазып қояды. Артынша Эллидің күшін пайдаланып жоғарыға шығып алады. Бұны көрген Фрэнсис Ванессаны қапшыққа салып, оттегін азайта бастайды. Содан Дэдпул мен Фрэнсистің шайқасы басталып кетеді. Дэдпул катанасымен қапшықты тесіп, Ванессаға таза ауа сыйлап береді де ісіне кіріседі. Менікі тез жазылады, ал не істейсің? Зато менікі ауруды сезбейді, ал не істейсің? Дейтін супер жекпе-жек соңында қоян қолтық шайқасқа ұласады. Ванесса қылыштың жүзіне жіпті кесіп, қапшықтан босанып алады. Фрэнсис Дэдпулдың басына пышақ тығып, бірнеше соққы беріп, уақытша нокдаунға келтіреді. Ванесса катананы Фрэнсиске түйрейді. Дэдпул басындағы пышақтың кесірінен Ванессаның айналасындағы жын ойнақ покемондарды байқап, біраз қуалап алады. Сөйтіп жатқанда Фрэнсис Ванессаны лақтырып жібереді. Дэдпул пышақтан миын босатып, әрі қарай Фрэнсис көтекпен төбелесуін жалғастырады. Мына жақта Эйди сымар
алақанымен Колосты мамалатып жатады. Оны көрген Элли өз күшін қосып айналаны жарып тастайды. Соның салдарынан Хелли Керриер көлбеу күйге келіп, не мынау сөздерге үстіндегілерін сырғата бастайды. Фрэнсис контейнермен қол ұстасып түседі. Дэдпул Ванессаны қапшықтың ішіне салып аман алып қалады. Колосс ұйықтаған екі супер қызды арқалап қауіпсіз жерге көшіреді. Біраздан соң барлығы үйіндінің арасынан аман-есен шыға бастайды. Шынымды айтсам, Ванесса мынадай құластан ол қапшықтың ішінде фарш болу керек етін. Бірақ фарш болудан бас тартқан сияқты ма, әйтеуір ол да аман-есен шығады. Дэдпул мен Фрэнсистің шайқасы әлі бітпегенін көріп отырмыз. Бұл жолы Дэдпул Фрэнсистің үстіне отырып алып, одан сымбаттылығын қайтаруын сұрайды. Фрэнсис, ой ақымақ, ол мүмкін емес, дейтін жауабын береді. Сонда Дэдпул қортық тапаншасын шығарып алып, оны өлтіруге оқтала бергенде, Колосс, қой мұндайыңды, сенің ақылың бар, оны атып тастасаң сенің бұдан қай жерің кем? Дейтін пафос сөздер айтып тұрғанда, пах, болды, Фрэнсис жоқ. Ане ауық қызбен кездесетін, адамдарды ойланбай өлтіретін Дэдпул сыпайылықты түсінеді деп педіңдер? Енді маңызды сәт Ванессаға түрін көрсету керек деп тұрғанда, Ванесса, қайда жүрсің? Әуен жырлап алған соң сол жақпен тұмсықтан ұрып, жаңғақтарын шағып қоя жаздайды. Уэйд оған барлығын түсіндіріп болған соң Ванесса оның маскасын шешеді. Сөйтсе Логанның бейнесі жарқ етіп шыға келеді. Оны шешіп алған соң Ванесса біраз шок күйге түсіп, ақырында Уэйдтің осындай түрін қабылдайтынын айтады. Колосс, түбінде бәрібір сені X адамдар мүшесіне қосамыз, дейтін сөзін айтып кетіп қалады. Артынша екеуі CGI темір терсектердің арасында қалып, махаббат болып тиісті бұрыштарына тақалады. Әрі қарай Дэдпул 2 жыл бойы әлемдегі менмін дейтін, ақшаны жымқырып алатын бандаларды қырумен айналысып жүреді. Бұны көрген Джон Уик өзіне қояр орын таппай, асылып қалатын орындығын іздеумен болады. Енді рас қой, Джон Уик биік өкше киіп алып, трубаны айналып билегенін көрдіңдер ме? Не болмаса мотор аранын қолына ұстап алып, қанды литрлеп шашып, осындай отбасылық фильм көрсетті ме дегендей ғой. Содан Уэйд басқаларынан қашып кетіп, Дапиндердің машинасына отырып, онымен жол жөнекей өтірік әңгіме айтып үйіне келеді де, Ванессаға жоғалып кеткені жайлы неше түрлі сылтаулар айтып ақталады. Кімге ұқсайтынын танып отқан шығарсыңдар, Әрі қарай әдеттегідей бір бұрышқа тақалып махаббаттарымен қақалады. Бұл жолы Уэйд одан тұрмысқа шығуын сұрап, бала өсіріп бір жастықта бірге осырайықшы дейтін әңгімесін айтады. Ванесса мақұл дей бергенде, пәтерге адам еместер кіріп келіп Дэдпулдың көтін шұқылай бастайды. Соның салдарынан Ванессаға оқ тиіп өле салады. Ал Дэдпул бұны өмірімнің мәні де, сәні де сен едің ғой деп оның суыған денесін құшақтап қалады да, артынша қашып кеткен әңгүдікті көліктен қағып түсіріп, жүк көлігінің жолына тұра қалып, сонымен бірге өліп көреді. Алайда Уэйдтің өлімі Казвойс күніне бірнеше ұзақ видео шығарады дегенге сенгенмен тең. Сондықтан ол өзінің барына барып, 3 күн бойы ішкілікке салынып отырады. Тіпті отырған орындығын осындай унитазға теңеп, бұтына жіберумен болады. Бірақ ештеңе қылмайды. Дапиндер оны сүрте салады. Дапиндер сүрте сал. Біраздан соң Уэйд пәтеріне келіп, тыққан +18 пудрасын мұрнына жағып алып, ағаюға таланады. Түк шықпайды. Одан кейін бітелуге қарсы жуу сұйықтығын ішіп алып, биіктен секірсе де өлмей қояды. Түбінде белгісіз бір пәтерге барып, астына керосин толтырылған бөшкелердің үстіне темекі шегіп, 4 үйдің арасынан бір бәйтерек шығарып өлуге тырысады. Кейіннен бұны Колосс қирандылардың арасынан тауып алып, X адамдар жеке жайына апарады. Ал Уэйд сол арада ана дүниеге барып Ванессаны көріп қайтады. Сонда Ванесса, сенің жүрегің әлі бос дегендей сюжет жылжытар сөз айтып, кері қарай жолына аттандырады. Мына жақта мутанттарды қайта қалпына келтіру орталығына Рассел дейтін от шашатын мутант шақырылып, қайта қалпына келгісі келіп жатады. Ол өзінің от шашатын мүмкіндігіне ерік беріп, айналасын қырып салып үстемдік етуді көздеген бейшара бала екен. Колосс Уэйдті алып келген соң, Элли оны өзінің аниме құрбысы Юкиомен таныстырады. Сөйтіп Колосс әдеттегідей Уэйдті X адамдарға тартпақшы болып, қолына кітапшасын алып, ережелерімен таныстырады. Оны тыңдайтын Уэйдті өздерін көріп отқандарыңдай, Ксавердің арбасына отырып алып, дәлізді аралап жүреді. Колосс оны ұстап алып лақтырып жібереді. Ал ар жағында Уэйдтің фонында X адамдардың жас құрамы сығалап тұрады. Егер X адамдарды жалғастыру керек болса, онда күтетіндеріңді білдіріп қойсаңдар болады. Ал бірінші, екінші фильмдерін көргілерің келсе, онда сипаттамадағы сілтемелерден көріп қайтсаңдар болады. Ал Дэдпулға оралатын болсақ, бір қызығы кинодағы уақыт 2018 жыл болса, онда X адамдардың кәрі кездері отыру керек. Ал біз Ксавердің жас кезін байқап қалатынымыз қалай кетті деп қоясың ба? Содан Уэйд бәріне мен кінәлімін деп Ванессаны жоғалтқанына өзін кінәлаумен болады. Ал Колосс оны жуатумен болады. Болашаққа үңілетін болсақ, бізге Кейбл дейтін терминатор сымақ бір зұлым көкені көрсете бастайды. Ол өртенген үйдің арасынан күлге айналып кеткен әйелі мен қызына қарап қайғырып, танысқа ұқсап бір шыңғырып алады да, бұны істеген айуанның сазайын беру мақсатында уақыт машинасын іске қосып, өткен шаққа барып, әлгі өз күшіне ерік берген Расселді өлтіріп қайтпақшы болады. Сөйтіп біздің уақытқа келіп, мына екеуін ұйықтатып, пикабын айдап кетіп, қару-жарақ дүкенін тонайды. Мына жақта Уэйд өзін тәртіпке шақырып, Колосстың көзінше опай жинап, аузынан жақсы сөздер шығара бастайды. Дегенмен қабырғаның артына барып, өзінің күндесі Эллиға тиісті саусағын көрсетіп кетеді. Сол уақытта Эссекс үйінде директор мутанттарды тәрбиелеуге кірісіп жатады. Кезек Расселға келгенде ол істен шығып, айналасын жайпап жіберген жерін үзіп тастап, сценаны мына жаққа ауыстырамыз. Бір кезде Колосс Уэйд
Уайтты өзімен бірге ертіп алып, X жеттарына отырып, Essex үйінің есік алдына келеді. Бұл жақта Расселдың қылығын аңдыған репортерлар оны жаңалыққа шығарып, өсегін өрбітіп өліп жатады. Bir кезде Дэдпул араға шығып, Расселды сабырға шақырып көреді. Сонда Fire Fist бойындағы Fireman фестивалити етіп, Эллиді де, Калосты да, Дэдпулды да лақтырып жібереді. Дэдпул Эссекстің бөлмесіне түсіп, қораптағы Логанның суретіне өзінің атын жазып кетеді. Тағы бір хаттама дейсің ғой осы жерінде. Содан Дэдпул сыртқа шығып, Расселды залалсыздандырады. Артынан жасақтардың біреуі келіп, оның мойнына супер мүмкіндікті бөгеттейтін құрылғы кигізеді. Дэдпул оның қасына келгенде, ол Расселдың бойынан қинау іздерін байқап, мына тұрған екеуі жексұрын бола бастайды. Бір кезде Дэдпул Desert Eagle'ны шығарып алып, санитардан бастап директорға дейін жазалауға тырысады. Бірақ сүмелек директор тығылып үлгереді. Калос Дэдпулды тоқтатып, одан көңілі қалғанын білдіреді. Осы сәтте Дэдпулға алқа киіліп, мутанттарды ұстайтын түрмеге апарылады. Бұл жақта Уэйд Расселмен бірге бір камераға қамалып, бір-бірлерін жақыннан тани бастайды. Дэдпул байқұсай деп оған түсініспеншілікпен қарайды. Бір кезде гүрс етіп түрме дүрсілкінеді. Ал Уэйд оның Джаггернаут екенін айтып бізге көзін қысып қояды. Артынша Уэйд қатерлі ісік өз-өзін өсірмейді дейтін жақ қарыстыратын сөзін айтып Ванессаға барар жолын күтіп жатады. Кейбл жаңалықтардан Расселдың фестивалін көріп, оны қай жақта ұстап отырғаны жайлы ақпараттарын біліп алып, мықты қаруларын саптап, ауаны көздеп дайындала бастайды. Ертесіне Уэйд пен Рассел тамақ ішіп отырғанда, балақай Уэйдтің әлсіз екенін байқап, сол үшін тұрып беру әңгімесін айтып отырады. Дәл сол сәтте көтектер келіп, балақайға тиіседі. Рассел Уэйд тұрмақ өзіне тұрып бере алмай бір мәрте осырып алады. Артынша көтектер баланың бір жерден суырып алған қаламсабын алып, Уэйдтің қолына тығып алады. Рассел орнынан тұрып қайтадан ұйқыға басады. Әрі қарай барлығы жабылып, Уэйдті тепкілеп тастайды. Біраздан соң камераларында отырып, Рассел аузын жаппай сөйлеп қоймай қояды. Уэйд жетонын қолына ұстап, тып-тыныш өлуге мұрша берші дейтін үмітін үзуін жалғастырады. Уақыт өте келе, күтіп отырған қонағымыз да осы жерден табылып, кейіпкерлерге шай қойыңдар деп кіріп келеді. Бірақ сақшылар шай қоюдан бас тартып, денелерін қойып өлуді жөн көреді. Кейбл қасына жолаған сақшыларды пыртылдатып сындырып бүктеумен болады. Оның аңдығаны Рассел болғандықтан қарудың түр-түрін шығарып, оның артынан қууды бастайды. Уэйд оған бөгет болып, Расселді қорғауға тырысады. Бір кезде Кейбл нысананы көздей бастағанда, Уэйд оның үстіне секіріп, ойбай, мама мені қайтадан туу дейтін көрініс тауып өле салады. Алайда оның мойнынан супер мүмкіндікті бөгеттейтін алқа түсіп қалғандықтан, ол Дэдпулға айналып, Расселді арашалауын тоқтатпайды. Уэйд Кейблдің қаруын тартып алып, өзіне қарай атады. Ол әжетхананы тесіп шығып, жекпе-жекті осы жерде жалғастырады. Кейбл аты жөнін және болашақтан келгенін айтқанда, Уэйд аздап ойланып қалады. Сөйтіп Кейблді шынтағын сындырып жатып қылқындырады. Соңында Кейблдің гранатасын жарып, екеуі сыртқа ұшып шығады. Уэйд басын жарып, сосын мұзды жарып, келген жерім осы шығар деп өлуге дайындалады. Бірақ есіне Рассел түсіп кетіп, барға барып, Уизелға тез арада супер мүмкіндіктері бар жасақ жинап, Шиголды құтқару туралы жоспар құрады. Ал Шигол ертесіне басқа түрмеге ауысқалы жатады. Содан қораздар қайтадан төбелес бастағанда, Рассел білдіртпей тамағын Джаггернаутқа апарып беріп, оны Уэйдті жоқтатпайтын дос ретінде тағайындай бастайды. Мына жақта Уэйдтің командасын тізіп шығатын болсақ, бірінші болып электр энергиясын шығаратын кейіпкер бастайды. Екіншісі Пеннивайз ойнаған актер, яғни аузынан қышқыл шашылады. Келесісі Брэд Питт. Бұның қасиеті көзге көрінбеу жағын қатырады екен. Бірақ шыны керек, дәл қазір ол кастингке кешігуде. Одан кейінгісі жекпе-жек шебері Шаттерстар. Бесіншісі жолы болғыш Домино. Неге жолы болғыш? Қазір өздерің көресіңдер. Соңғысы Питер. Бұның ешқандай күші жоқ. Бірақ сонда да Уэйд бұны неге екенін білмеймін, әйтеуір командаға алады. Бұны естіп алып, Допиндердің іші күйіп кетеді. Барлығын жинап болған соң, Уэйд команданы X күші деп, бұлардың қай жерге түсетіні жайлы сабақ үйретеді. Кейбл Уэзелді ұстап алып, Расселді қайда апара жатқаны жайлы мағлұматтарды оның аузынан біліп алады. Азанда конвой көшуін бастайды. Бұның ішінде Рассел мен Джаггернаут та бар. X күші қаруланып керемет болып дайындалып алған соң, тік ұшаққа отырып миссияларына кіріседі. Бұл жолы көрінбейтін Брэд Питт те кешікпей келгені байқалады. Ал Дэдпул бастаған жасақ конвойды ұстауға дайын. Енді бәрін қатыратын шығар деп отырғанымызда, Дэдпул бұларға парашютпен дұрыс қонуды үйретпеген екен. Әрі қарай төмен түскенде біреуі тік ұшаққа туралып кетеді, біреуі автобусқа жабысады. Тіпті көрінбейтін Брэд Питт те тоққа түсіп, түрін 2-ақ секундқа жарқыратып алатыны бар емес пе? Содан сәтсіз қонулардың ішінен тек Питер ғана аман-есен жер басады. Алайда бұл қоқыс шайнағышқа түсіп қалған досын құтқарам деп, оның аузынан шашыраған қышқылға күйіп өледі. Соңында Домино көшенің ортасынан түсіп, эстакададан секіріп, тура конвой жүргізушісінің қасына отыра қалады. Оның үстінен ол атайын десе, оғы бітіп қалған болып шығады. Солайша Домино конвойды өз қолына алады. Бірақ мына жақтан көтке жабысқан Кеннеди болып Кейбл шыға келеді. Дэдпул біреудің мопедін тартып алып, Себастьян болады да конвойдың артынан қууды жалғастырады. Кейбл көліктің ішіне кіріп алып, оны Расселмен бірге жармақшы болады. Сонда Домино көрінген жерге оқ атып, газ құтыға тигізіп, Кейблді көшеге ойнатып жібереді. Алайда Кейблдің гранатасы жабылып, конвойдың арты тоңқыған сәтте, Кейбл қайтадан көтке жабысқан Кеннеге айналады. Дэдпул соны қайталағысы келеді, бірақ сәтсіз шығады. Домино көлікті сәттілікке айдатып қояды да, өзі Кейблмен шайқаса бастайды. Дэдпулдың жолда қалуы ұзақ емес. Әйтеуір басқа көлікке жабысып, қолын тесіп жатып, шофырды атып, аяғын газға басқызып, конвойға секіріп, Кейблдің ауының астынан шыға келіп, шайқасты өз қолына алады. Домино рульді өз қолына алады. Бірақ тежегіштің майы ағып кеткендіктен, енді бұл бәле айналаның бәрін быт-шыт қылып, биыл тоқтамайтын сияқты көрінеді.
Дэдпул Кейблдың оқтарын катанасымен тосуға тырысқанымен денесінен бірқатар тесіктер тауып, мына көріністі еске түсіреді. Рассел қаламсабымен камерадан босанып алу әрекетін сәтті орындап жатады. Кейбл Дэдпулды машинаның есігімен пәріп жібереді. Бір кезде Рассел Джаггернаутты босатады. Ол мә саған деп еденді тепкенде әлгі жерде жол опырылып кетіп, көлік апаты орнайды. Джаггернаут Расселды аман алып қалады. Дэдпул Кейблды көкке отырғызады. Домино әдеттегідей жұмсақ жерге түсіп жолы болады. Дэдпул алды-артына қарамай сөйлей бастайды. Сөйтсе басы ары қарап қалған екен. Бір кезде Джаггернаут келіп Дэдпулды 0,5 етіп тастайды. Рассел жаңа дос тапқанын айтады. Дэдпул оған қал деп жалынады. Аяғында Рассел маған аяғы бар дос керек деп Дэдпулды кемсітіп, Джакеңнің артынан еріп кете береді. Домино Дэдпулдың жартысын үйіне арқалап қайтады. Ал Кейбл ақырындап есін жия бастайды. Уэйд пәтерінде бұтпен аяқ өсіріп отырады. Әйтеуір Дэдпул қайда барса да осы единорог жатады екен. Бұны мен не істейді? Аки. Содан пәтерге Уизл кіріп келіп, Уэйдтің өсіп келе жатқан бұтына таңғалады. Одан кейін Дапиндер кіріп келіп, өсіп келе жатқан бұтқа таңғалады. Артынша Домино кіріп келіп, Уэйдтің бұтына емес түріне таңғалады. Өйткені бұған дейін ол тек маскамен көрген еді. Содан Уизл Кейбл одан ақпарат алып кеткені жайлы айтады. Сөйтіп тұрғанда арттан Кейблдің өзі де кіріп келеді. Барлығы енді сен жетіспей тұр едің деп оған тапаншаларын тақайды. Ол бұлардан көмек сұрап, Расселдан кек алуға көмек сұрайды. Егер Расселді қазір тоқтатпаса, ол алғаш қылмысын директорды өлтіруден бастап, болашақта барлығын өртеп, олардан гриль жасап тастайтынын айтады. Сондықтан көпшілікті құтқару мақсатымен болашақтан әуре болып келгенін айтып түсіндіреді. Оған қоса болашақта Кейбл Расселді ренжітіп қояды. Ал ол алатта үйіне келіп отбасын өртеп жібереді. Онда неге оның одан да кішкентай кезіне барып өлтіріп тастамайды дейтін сұраққа Кейбл өзінде қайтуға бір-ақ заряд қалғанын хабарлайды. Сонда Уэйд бізге қарап сценаристердің еріншек екенін білдіріп қояды. Артынша Дэдпул Расселдің жаман бала емес, оны әлі де түзеуге болатынын айтып, оған мүмкіндік беруге шақырады. Кейбл 30 секунд беретінін айтып келісімге келеді. Уэйд өсіп келе жатқан кішкентай аяқтарымен тай-тай басып, Кейблмен қол алысып келісімге келеді. Біраздан соң кейіпкерлер Дапиндердің машинасына отырып алып, X адамдардың жеке жайына барады. Бұл жақтан әдеттегідей даңғарадай үйден басқа X адамдар өліп қалғандай, тек Колосс, Элли және Юкиодан басқа ешкім шықпайды. Уэйд Колоссты миссияға көндіріп көреді. Колосс мына болған жағдайдан кейін Уэйдпен бірге қай бетімен жүретінін айтып, бұларды қуып жібереді. Уэйд бопты дейді, машинаға отырып өздері кете береді. Мына жақта Рассел мен Джаггернаут көздеген Эссекс үйіне келіп, директордан кек алмақшы болып жатады. Осы жерінде Джаггернаут пен Чарльз Ксавьер бір әкеден туылған ағайындылар екені айтылып қалады. Ал басындағы киіп жүрген сауыты Ксавьер оның ойын оқ қойма мақсатында киіліп жүргені айтылып өтеді. Уақыт өте келе үшеу аталмыш жерге келеді. Домино шигол кезде осы жерде қорлық көріп өскенін айтып, миссияның мәні бар екен ғой дегендей әңгімесімен істеріне кірісе бастайды. Бұларға бір нәрсені қарық қылатындай Дапиндерді жайғасатыны бар емес пе? Алайда Джакеңді көргенде тышатын унитазын іздеп артқа қарай қашып кететіні тағы бар. Рассел дәлізді өртеп директордың қыр соңынан қалмайды. Кейбл Джакеңді жынды қарумен ұшырып жібереді. Джакең одан қалыспай орнынан тұрып есепті теңестіреді. Дэдпул басына шығып алып онымен алысады. Бірақ өзі басынан қоршаудың қадасын тауып алып, тор қоршауға қарай ұшады. Домино доминолығын жасап, Кейблдің қаруымен Джаггернауттың аузын жарып тастайды. Рассел жаны кіріп тұрып, жындыхананың ішін өртеумен болады. Дэдпул ес ауып жатқанда оған көмекке Колосс келіп, басындағы қаданы суырып алып, өз теңін тауып Джаггернаутты жекпе-жекке шақырады да, үлкен салмақты шайқасты тамашалаттырады. Дэдпул мен Кейблдің шайқасы қызық болсын деп, аулаға бір топ санитарды шақырып аламыз да, екі кейіпкердің алдына үйіп төгіп, оларды өлтірумен боламыз. Кейбл 30 секундын санап Расселді іздей бастайды. Рассел ендігі директорды тыштырып, оның мені аяшы дейтін түрін шақыра бастайды. Домино палатаға кіріп, қалған санитарларды бүктеумен айналысады. Ал олар өз ажалдарын өздері тауып өле бастайды. Біреу өлмей қалды ғой дей бергенде, бұрыштағы сөре өзімен өзі құлап, оның басын жауып түсіреді. Енді балаларды автобусқа салып алып кету керек деп тұрғанда, Джаггернаут Колоссты ұрған автобус дәл осы жерге ұшып келеді. Мә, нағатымен лотерея ойнау керек қой. Содан Колосс Джаггернауттан таяқ жеп жатқанда, көмекке Юкио келіп өз өнерін көрсетеді. Артынша Элли келіп, бірінші фильмдегі көрсетіп қойған күшін көрсетіп Джаггернаутты бассейнге итереді. Колосс оның жалаң көтеніне қуатталған сымды тығып, оны тоқпен шыжғырады. Мына жақта Дэдпул мен Кейбл Расселді тынышталдыру әрекетіне көшеді. Бірақ Рассел күшіне қатты беріліп кеткендіктен, бұларға оңай көнер ойы жоқ. Дэдпул оны сабырға шақырып көруге тырысады. Сонда да Шигол күшіне ерік беріп, оның қызыл костюмын қара етіп қояды. Кейбл 30 секунд заңы көмектеспейтінін түсініп, тапаншамен Расселді атады. Дэдпул алқаны мойнына тағып, баланы кеудесімен қалқалайды. Сонда Рассел оның қасына келіп, "Сен мен үшін жаныңды жампида еттің бе?" деп ақырындап тәубеге келе бастайды. Ал Кейблдің ойыншық аюы ақырындап бүтін қалыпқа келе бастайды. Бұл дегенің Рассел қазірден ақ жолды таңдап, болашақта Кейблдің отбасын өртемейді деген сөз. Дэдпул қаһармандығын жасап алған соң ажалын күтіп, Ванессасына жол тартпақ болып, біресе өліп, біресе тіріліп, 2 сағат айналасындағылармен қоштасады. Ақырында Ванессасымен кездесіп, таптымау сеніге басып жатқанда, Ванесса әлі ерте саған, әлі Логанмен кек алушылармен кездесіп, бір сахнада өнер көрсету керек деп оны кері қайтарып жібереді. Бір қызығы осы сәтте Кейбл қарап тұрмай, соңғы зарядын пайдаланып, Дэдпулдың қай жеріне оқ тиетінін біліп, уақытты кері қайтарып, Эссекске келген жеріне алып келіп, Дэдпулдың кеуде қалтасына әлгі жетон
жетонду тыгып коёду. Бул жолу ок дәл жетонга тийип, Дэдпул аман калады. Багана Кейбл осы жетонду өзү менен бирге алып кеткени кандай жакшы болду деп коебуз ошол жеринде. Содан Кейблдың бул ис-аракетин өзүнүн отбасынын аман экенине көзү жетип, өз эркимен осы убакыт сызыгында кала беретинин мен түшүндүрөдү. Минекей бауыр басуу деген осы деп коебуз арасында. Энди алканы калай шешемиз деп турганда, Рассел каламсабын алып жүгүрөдү. Бирок одан түк шыкпайды. Домино оюна келген санды айта салат. Осы сәтте алканын шешилетинине күмән жок. Сүйтүп кейипкерлер үйүнө кетип бара жатканда, арттарынан директор чыгып, "Мен әлі өлген жокмун, кинону битиремизби, не истеймиз?" деп турганда, туткуюлдан Дапиндер чыга келип, буну көлүгү менен мыжык кетеди. Акыркы шайкаста әйтеуір Дапиндердин да пайдасы дегени кызык болот. Сүйтүп барлыгы кол устасып үйлөрүнө кайтады. Титрдан соң Элли бузулган вакыт машинасын жөндөп Дэдпулдун колуна устатады. Дэдпул өз кезегинде буну пайдаланып, Ванессаны аткан көтөктү одан бурун өлтүрөдү. Кышкылга күйүп өлген Питер да аман алып калады. Адольф Гитлердин туулган вакытына барып, ону өлтүрүүгө ар окталып, бер окталып батылы жетпей, соңунда ону Кейблга табыстап кетеди. Өйткөнү бизде Кейбл балаларды өлтүрүүгө жан салмайт дегендей. Артынча Жасыл чырак дейтин быт-чыт кинонун сценарийин окуп, соган келишкен актёрду вакытына жетпей өлтүрүп тастайды. Эгер осы кино тууралуу айтып берсин десеңдер, энди билесиңдер го не истөө керек экен. Эң кызыгы, мен айтпаган X адамдардагы Дэдпулдун онча эмес нускасын келип атып тастайды да, Логанга "Али экөөбүз кездесемиз" деп болашак киного бир аз спойлер айтып кетеди.